Баршаңызға сәлем достар. Мен Бакетова. Бүгін біз, егер сіздің YouTube кешіріңіздер, ВКонтакте желісінен бір топ ашасызда, соған адам жинай алмай жүресіз, көп уақыт қалай жинасам болады деп ойлайсыз. Сізге ол үшін мен Play Market'тен хочу лайки и подписчиков в ВК. Қателік кетіп жатса, кешірім сұраймын. Мінекей. Дәл осы. Мінекей. Сайт десек. Сіз мінекей. Мынаған кіретін болсаңыз, яғни кіресіз. Кірдіңіз, 15 монет береді сізге. Мынандай монетаны шығып кетесіз. Одан соң монетті жинайсыз. Сосын, мысалы, жерге аласызда, мысалы, мен өзім тобымның қазір көрсетейін. Өзімнің тобым бар менің. Қазір менің тобым әлем футбол. Осы топтың ссылкасын аламыз. Ссылка. Аны басамыз. Друзья, лайк, подписчик тосам. Мен көп істемеймін. Қуып отыр. Сондай шығып жатса, шығып қайта не істеңіз. Сосын получить вон бонус деген бар. Видеоны көресіз. Смотрите, әлі видео келген жоқ. Бір видео келеді, соны көрсеңіз 5 монета. Ал забрать ежедневный бонус. Әр күн сайын 15 бонус береді. Сосын добавить заданиеға ссылкасын саламыз. Подписчик дейміз. Мен ондай көп салмаймын, 50. Енді қазір көресіздер. Купить монета, оларды керегі жоқ. Қазір көреміз. Мына жерден выполнить десеңіз, сізге 3 монет береді, бірақ сіз ВК группаңызда басқа біреудің тобын тіркелесіз. Сізге мынаны бассаңыз 3 монет беріледі, мынаған қосылады. Бірақ сіздің біреу досыңыз болады, бір осы адамдар. Оған көп керек емес. Істеп керек емес. Өйтсең сіздің тобыңызды неңізді взломать етуі мүмкін. Енді жаңағы тобымызды көрейік. Неше адам жиналған. Қазір. 136 адам. 138. Қайтадан. 138 әлді. 141. Уж. 144. Сосын бәрі бітеді, адам жиналып болған соң, мына жерден не келеді? Жаңағы уведомление дейді ғой. Сол келеді, болды, адам жинап бердік сізге деп. Или монетаңызға. Сонымен болды. Бүгінгі видео осындай болды. Ұнаса лайк басып кетеміз, комментарий жазамыз. Каналға тіркелуді ұмытып кетпейік. Давайте, достар.